Ұстаз ұлы есім, сол есімге дақ келтірмей, сапалы әрі білімді ұрпақ даярлау осы мамандық иелерінің басты мақсаты. Қаламызда осы мақсатты ту етіп, еңбек жолдарын тек білімді шәкірт тәрбиелеуге жұмсап отырған мұғалімдер қауымы жетерлік. Солардың бірі қаламыздағы қазақ тілінде білім беретін 18-ші мектептің бастауыш сынып мұғалімі Шайда Тұрсынбек қызы. 17 жыл осы білім ордасында ұстаздық қызмет етіп келе жатқан Шайда апайдың ондаған жылдар ішіндегі жеткен жетістігі де біршама. Уақыт ілгері жылжыған сайын өз мамандығына сүйіспеншілікпен қарайтын ұстаз қызығы мен қиындығы қатар жүретін жолды таңдағанына еш өкінген емес. Өзімнің осы классында қазір 14 қыз бар, 9 ұл бар, 24 пен қазір 23 оқушы. Осының ішінде енді нашар оқитын оқушы жоқ деуіме болады. Сондықтан мен өз мамандығымды мақтан тұтамын, ешқашан да өкінбеймін, мен осы мамандықты таңдадым деп. Өйткені 21 ғасырдағы осы тұлғалар сапалы, саналы, дарынды болу үшін бізден көп күш қайрат тілейді. Заман дамыған сайын ұстаздарымыз да өз білімдерін шыңдап жүргені баршамызға мәлім. Педагогикалық саладағы еңбек жолында барлығы 800-ден астам шәкіртті өмір жолына түлетіп ұшырған Шайда апай өз оқушыларының жетістігін көргенде кереметтей сезімге бөленемін дейді. Алды Турцияда, Америкада оқып жатыр. Қасым-Жомарт Тоқаевтың Амина Қапанова деген соның тілшісі, Тарбағатаева Әйгерім деген министерствода осы оқу бөлімін мектеп алды даярлық министерствоның юристі, жалпы министерствода жоғарғы оқу орындарында сабақ беріп жүр бітірген оқушыларым. Сондықтан өзімнің алдынан бітіріп шыққан оқушыларымды мақтан тұтамын. Әр шәкірттің жүрегіне жол табуды міндетім деп түсінетін білім майталманы оқытушылар арасында өтетін жарыстардан қалыс қалмайды. Осыдан болар бастауыш сыныпқа жетекшілік ететін ұстаз сезімтал шәкірттерінің сүйіспеншілігіне бөленуде. Апай сабақты өте жақсы түсіндіреді. Бізге білім беріп жатқан үшін апайға рахмет айтам. Бұл мектепте білімді әрі білікті оқытушылар жетерлік. Солардың тағы бірі 18-ші мектеп қабырғасында 2008 жылдан бастап ұстаздық қызмет етіп келе жатқан Бибігүл Ғалымнасыр қызы. Тарих мұғалімі ретінде Бибігүл мұғалім шәкірттерінің бойынан ұлтжандылық сезімді сіңіруге тырысады. Ұстаздық ету деген ауыр жүкті арқалау алдында қорқыныш сезімі болғанын да жасырмады кейіпкеріміз. Оған қоса өмірлік ұстанымын да жария етті. Болды. Әрине өзіміздің мектептегі мұғалімдерге қызығамыз. Жаңағы ол конечно қазіргі таңда ата-анадан қарағанда мұғалім көп баламен жұмыс істейміз. Баланың тәрбиесіне, тәліміне кейбір ата-аналардың қолы тимейді, өз балаларының жағдайларымен. Сонымен біз тек қана сабақта емес, сонымен қатар біз басқа да қоғамдық жұмыстармен белсене атсалысамыз. Әрқашанда артта емес, алда болуды ұран етемін. Еңбектену керек, іздену керек. Әрқашанда мұғалім тек қана бір жолда емес, бірнеше өзінің еңбегін көрсете білу керек деп ойлаймын. Алдағы жексенбі, яғни қазан айының 1 күні төл мерекелерін атап өтетін ұстаздар қауымына Бибігүл мұғалім өз тілегін білдіріп, ондаған жылдар бойы бірге еңбек еткен әріптестеріне өз алғысын да білдіруді жөн көрді. Біздің ұжымымыз өте салмақты, өнегелі, тәрбиелі, үлкен мұғалімдеріміз көмектеседі. Осы мектепке келгеннен жетістіктерге жетіп келемін. Қазан айында төл мерекеміз. Бүкіл ұстаздарды шын жүректен құттықтаймын, денсаулық тілеймін, шығармашылық табыс, алдарында дарынды шәкірттер көп болсын деп тілеймін. Әрқашанда мектебіміз жоғары жағдан көріне берсін деймін. Сонымен қатар өзіміздің мектеп басшымыз Зәкен Ержанұлы Қайроллаұлына осы ұжымды бізбен бірге ол кісі капитан болса, біз сол кісінің артында еріп жүрген не болып келеміз.